Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Класс KZ порталына қош келдіңдер. Бүгін біз сендермен бірге 3-ші сыныптың қазақ тілі пәнінен сабақтарымызды жалғастыратын боламыз. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы Ц дыбысы. Олай болса оқушылар, бүгінгі сабағымызды бастайық. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты Ц дыбысының жазылуына байланысты ережелерді білу. Ең алдымен оқушылар, бүгінгі сабағымызға байланысты ережелермен таныс болып алайық. Ц қатаң дауыссыз дыбыс. Ол өзге тілден енген сөздерде кездеседі. Мысалы, цех, цемент сөздерінде Ц дыбысы кездесіп тұр екен. Бұл ережені жақсылап жаттап алыңдар. Олай болса оқушылар, осы ережеге байланысты берілген келесі тапсырмаларды орындауға көшейік. Бірінші тапсырма. Мәтінді мәнерлеп оқы, төмендегі сұрақтарға жауап бер. Ең алдымен оқушылар бірге мәтінді мәнерлеп оқып шығайық. Цирк өнердің өте ертеден келе жатқан түрі. Цирктің көшпелі және тұрақты түрлері болады. Үнемі көшіп жүретін цирк көшпелі цирк деп аталады. Алматыда бір тұрақты цирк бар. Онда акробаттар мен шабандоздар, күлкілі клоундар өнер көрсетеді екен. Мәтінді мәнерлеп оқып шықтық. Олай болса, төмендегі сұрақтарға жауап берейік. Бірінші сұрақ. Мәтін неше бөліктен тұрады? Әр бөлікте не туралы айтылған? Кәнеки оқушылар, мәтін неше бөліктен тұратын еді? Есімізге түсіріп, берілген мәтіннің бөліктерін анықтайық. Бірінші сұраққа жауап беріп болсақ, онда тексерейік. Ең алғашқы мәтіннің басы цирк өнердің өте ертеден келе жатқан түрі деп басталатын бізде мәтіннің басы екен. Екінші, мәтіннің негізгі бөлігі цирктің көшпелі және тұрақты түрлер болатындығы және үнемі көшіп жүретін циркті көшпелі цирк деп атайтындығы туралы мәлімет бізде негізгі бөлім екен. Ал мәтіннің соңы, онда акробаттар мен шабандоздар және күлкілі клоундардың өнерге көрсететіндігі туралы айтылған соңғы бөлік екен оқушылар бізде. Жарайсыңдар, бұл сұраққа дұрыс жауап бердіңдер деген ойдамын. Келесі екінші сұрақ. Ц дыбысы бар сөзді таба қойыңдар. Бұл мәтіндегі Ц дыбысы бар сөз цирк сөзі екен. Цирк сөзінде Ц дыбысы бар екен. Жарайсыңдар оқушылар, бұл тапсырманы дұрыс орындадыңдар деген ойдамын. Олай болса, екінші тапсырмаға назар салайық. Екінші тапсырма. Көп нүктенің орнына тиісті әріпті қойып, сөйлемдерді көшіріп жаза қойыңдар. Екінші тапсырманы орындап болсақ, онда тексерейік. Көп нүктенің орнына тиісті әріптерді қойған кезде мынадай сөйлемдер пайда болады екен. Анасы балаларын циркке апарды. Бұл жерде Ц әрпін қояды екенбіз. Екінші сөйлем. Үй салуға цемент өте қажет. Бұл жерде де Ц әрпін қояды екенбіз. Үшінші сөйлем. Биыл әр гектардан ондаған центнер күріш жиналды. Дұрыс айтасыңдар. Бұл жерде де Ц әрпін қояды екенбіз. Төртінші сөйлем. Ол мотоцикл жүргізуді үйренді. Көріп тұрғанымыздай, бүгінгі өткен Ц дыбысын барлық сөйлемдегі көп нүктенің орнына қойып шығады екенбіз, және де көп нүктенің орнына қойылған Ц дыбысы бар сөздерді мықтап есімізде сақтап алайық. Жарайсыңдар оқушылар, бұл тапсырманы дұрыс орындадыңдар деген ойдамын. Олай болса, келесі үшінші тапсырмаға назар салайық. Үшінші тапсырма. Құрамында Ц әрпі бар сөздер берілген. Оларды көшіріп жазып, дыбыстық талдау жасаңдар. Ең алғашқы сөз цех сөзі. Цех сөзі өндіріс орнын білдіреді. Бұл жерде бізде тігін цехының суреті берілген екен. Екінші сөз цифр. Цифр сөзінің мағынасы сандардың белгіленуін цифр деп айтайды екенбіз. Кәнеки оқушылар, берілген екі сөзге дыбыстық талдау жасай қойыңдар.
Үшінші тапсырманы орындап болсақ, онда тексерейік. Ең алғашқы сөз цех сөзінде бір буын, үш әріп, үш дыбыс бар екен. Үш дыбыстың біреуі дауысты дыбыс, қалған екеуі дауыссыз дыбыс екен. Ең алғашқы әріп ц дауыссыз қатаң, е дауысты жіңішке, х дауыссыз қатаң екен. Екінші сөз цифр сөзі. Цифр сөзінде де бір буын, төрт әріп, төрт дыбыс бар екен. Төрт дыбыстың біреуі дауысты, қалған үшеуі дауыссыз дыбыс екен. Ең алғашқы дыбыс ц дауыссыз қатаң, и дауысты жіңішке, ф дауыссыз қатаң, р дауыссыз үнді екен. Жарайсыңдар оқушылар, бұл тапсырманы дұрыс орындадыңдар деген ойдамын. Сонымен оқушылар, біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Бүгінгі сабағымызда сендер ц дыбысының жазылуына байланысты ережелерді білетін болдыңдар. Бүгінгі сабақ ұнады деген ойдамын. Келесі сабақта жүздескенше класс KZ порталымен бірге білім шыңына бірге шығайық.